Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум бауырлар. Сіздермен бірге тәжвид үйренуді жалғастырамыз. Өткен дәрісте мынау 3 күнде Құранға түсу әдістемесімен жасалған кітаптың бірінші дәрісін алфавиттерде өткен болатынбыз, әліппені. Бүгінгі дәрісте де әліппе, бірақ та бұл дәрісте екінші сабақ әріптерді рет-ретімен жаттау және атап көрсету. 15-20 секундта оқу. Яғни, мынаны бастан аяқ сіз 15-20 секундта айтып беруіңіз керек. Яғни, зо, дот, зә, ха, син, вау, сә, дәл, зәл, айн, тә, джим деп тез. Кәдімгідей өте асықпай, бірақ өте баяу да емес, орташа деңгейде, орташа жылдамдықпен соңына дейін айтып беруіңіз керек. Мына әріптерді бастан аяқ. Өткен дәрісте айтқанымдай, бұл жерде жаңағыдай атаулары жазылмайды. Бұл жерде сіз әріптерді түріне қарап танып айтып беруіңіз керек. Сондықтан бұл жерде сіздер түріне қарап атап көрсетіп білу үшін өткенде естеріңізде болса, көрсеттім ба, көрсетпедім ба, былай не бар негізі? Бір тәсіл бар да. Жеке өзім былай шәкірттерге әрдайым айтып отырамын. Негізі алфавитті былай қарай, оңнан солға қарай бір 5 рет айтып шығу керек та. Бір 10 рет айтып шығыңыз, оңнан солға қарай, дәл осы беттегі осылай араласып тастаған әріптерді оңнан солға қарай былай айтып шығыңыз. Былай айтып шығыңыз да, оңнан солға қарай до конца 1 рет, соңына дейін 2 рет, соңына дейін 3 рет, соңына дейін 4 рет. Мына әріп, бұл әріп лә деп дыбысталады. Ләм әлиф деген, ләм әлиф қой, әріп емес, жеке өзі. Ләм мен әлифтің қосындысы лә. Бұған мән бермеңіздер, хәні ғана оқыңыздар, жарай ма? Ләм әлиф, или ләм әлиф деп айта салыңыздар, ләм әлиф. Лә деп дыбысталады, бір сөз, жоқ деген сөз. Аллахтан басқа тәңір жоқ дегенде осы лә иляха илlallah келеді ғой. Жеке қоса салған. Оңнан солға қарай бір 5-10 рет айтып шығыңыз, бастан аяқ қай бір әріпті танымай қалсаңыз, үстіне қарайсыз да, мынаяқтан тауып аласыз да, атауын солай кете бересіз. Сосын сол жақтан оңға қарай, керісінше, бұлайынан, солдан оңға қарай, тағы да 5-10 рет айтып шығыңыз, бастан аяқ. Танымай қалсаңыз, тағы да жоғары көтересіз да, мына жақтан әріптерді қарап аласыз. Сосын төбеден төменге қарай, жоғарыдан төменге қарай, бастан аяқ айтып шығыңыздар әріптерді. 5-10 рет тағы да. Сол танымай қалсаңыздар әріп танып аласыз, тауып атауын көріп аласыздар мына жақтан. Сосын төменнен жоғары қарай. Бастан аяқ 1, бастан аяқ 2 рет, 3 рет, 4 рет солай айналдыра беріңіз. Төменнен жоғары қарай. Ғайн, бә, әлиф, фә, зәл, син, зо, ха, кәф, ра деп. Бастан аяқ бұлай айтып шығасыз, төменнен жоғары. Жоғарыдан төмен, оңнан сол, солдан оң, сөйтіп айналдыра бересіз. Әрқайсысын 10-10-нан, әрқайсысын 5-5-тен, 10-10-нан қашан осы әріптерді жүргізіп 15-20 секундтың ішінде еш қиналмастан, әріпті шатыстырмастан, түріне қарап танып алатын деңгейге жеткенге дейін өзіңіз қайталап жасай бересіз осыны барлығын. Сонымен Құдай қаласа сізде әліппе полный жатталынады. Сондықтан әліппе және айтып кететін нәрсе, әліппені бастан аяқ рет-ретімен айтып беру өте қатты асып баратқан маңызды шаруа емес. Сондықтан әріптерді рет-ретімен бастан аяқ айтып беруге қатты мән бермеңіздер. Өйткені қазір қазақ тілінің алфавитінде сізден сұраса, сіз бастан аяқ айтып бере алмайсыз. Бірақ сіз қазақша оқи аласыз. Дәл сол сияқты көрген кезде әріпті танып тұру ең маңызды болған нәрсе. Көрген кезде әріпті танып тұру. Бірақ та бұл әріптерді бастан соңына дейін біреуін қалдырмай айтып беру сізге ол барып міндетті нәрсе емес. Бастан аяқ айтып бере алмасаңыз, Құранды оқи алмаймын дегенде ешқандай сөз емес. Ондай нәрсе жоқ. Қазақша оқып жүрсіз ғой, қазір алфавитті айтып бере алмасаңыз да. Әріптерді танисыз, главный сол. Сондықтан бұл жерде де солай, әріптерді тану өте маңызды. Бастан аяқ айтып бере алмасаңыз да, әріптерді танып атын айту өте маңызды. Сондықтан
осы жерде жаңа айтылған тәсілмен қайталап оңнан сол, жаңағыдай солдан оң деген сияқты әрқайсысын 10-15-тен 5-10-нан 10-15-тен өзіңізге керек. Главное, әріпті танитындай деңгейге дейін сөйтіп қайталай беріңіздер. Иншалла, Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Бауырлар, бірдеңе түсінбесеңіздер міндетті түрде сұрап отырыңыздар. Қолдан келгенше жауап береміз. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.